Сәлем достар, сіздермен бір әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге 50, 30, 20 ережесін ұстана отырып, ақша үнемдеудің басты құпиясы жайлы айтатын боламын. Кейде жалақы көтерілумен біз өзіміз қалаған затты сатып аламыз, немесе қалаған жаққа демалуға барамыз деп ойлаймыз. Алайда кірісіңіз артқан сайын шығысыңыз да артады. Қалаған нәрсеңізге ақша жету үшін кірісті 50, 30, 20 ережесі бойынша бөлуге болады. Көпшілік бюджетті жоспарлау үнемі өзін-өзі шектеуге әкеледі. Оның орнына ақша санамай-ақ өмір сүрген жақсы деп ойлайды. Алайда жалақы түскен күні ақшаңыздың қайда кетіп қалғанын білмей отыратын болсаңыз, шығындарды есептеу және бақылау маңызды. 50, 30, 20 ережесі бойынша отбасы немесе жеке өзіңіздің кірісіңізді 3 категорияға бөлесіз. 50% міндетті шығындар категориясы. Ай сайынғы бюджетіңіздің жартысы міндетті шығындарға кетуі керек. Оған азық-түлік сатып алу, шоттарды төлеу, ипотека немесе кредит бойынша төлемдер, жалдамалы пәтерге ақша, қоғамдық көлікке қажет қаражат жатады. 30% қалау категориясы. Бюджетіңіздің бұл бөлігін өз қалауыңызды орындауға жұмсау қажет. Оған кафеге бару, киім сатып алу, хоббиіңізді төлеу жатуы мүмкін. 20% жинақ категориясы. Ай сайынғы кірісіңіздің 20%-ын жинау керек. Алдымен қандай да бір мақсат қойыңыз. Мақсатыңыз болса, ақша жинау оңай болады. Мысалы, ол отбасымен демалысқа бару, пәтер жөндеу жұмыстарын жасау және тағы да басқалары болуы мүмкін. Бұл мақсаттарға барлық адам бірдей бір жалақымен жете алмайды. Сондықтан ақша жинап үйрену маңызды. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.